Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз ПДД тесттерін талдауды жалғастыратын боламыз. Бұл біздің 66-шы видеомыз тест талдау бойынша. Осының алдында біз 65 видеоны YouTube арнаға салып қойған болатынбыз. Егер де сол видеоларды қарамаған болсаңыздар, көрмеген болсаңыздар, қарап шығуларыңызға кеңес беремін, құрметті достар. Бүгін біз тест талдау 66-шы видеомыз. Құрметті достар, тест басталмас бұрын мен сіздерге кішігірім жарнама айтып кетсем, бізде тест сұрақтары сатылымда болып жатыр, оны білесіздер, сайт және Telegram. Телеграмды оны баяғыдан білесіздер, фото және видео форматында болады, ал сайт ол енді басқа әлем дейінші, мен тапсырып отырған. Бұл жақта анимациялық сұрақтар, 1000-жарымнан астам сұрақ жинақталған, яғни почти барлық сұрақтар жинақталған. Қазіргі таңда сұрақтар өте көбейіп кеткен және қиындап кеткен. МРП және медициналық сұрақтар, алғашқы көмек сияқты сұрақтар өте қаптап кеткен. Тіпті профессионалдардың өздері қадалып жатыр ондай сұрақтардан. Енді осыны шығарған разработчик кісілер бар, осыны тест талдайтын. Олар енді қадалмайды, өздері құрақты тұрған сұрақтардан өздері қадалмайды. Ал енді қарапайым адамдарға келетін болсақ, медицинадан хабар жоқ, алғашқы көмек қалай көрсету керек, ешқандай білімі болмаса, ертең автосонға барған кезде қиын болады. Бір-екі сұрақтың өздері рөл ойнайды. Бірақ өздеріне сенімді адамдар бар. Ондай адамдар енді логикалық түрде алып кететін адамдар бар. Ондай адамдар енді мықты келеді. Мықты келеді деген шашып тастайды сұрақтарды. Өздеріңізге сенімді болсаңыздар. Егер де осындай тест сұрақтарынан қиналып жүрсеңіздер, мен сіздерге pddtest.kz сайтын беретін болам. WhatsApp нөмірге жазыңыздар комментарияда. Доступ алып берем 2 айға. Және сыйлыққа Telegram беретін боламын. Өте жақсы бағада. Почти 1 айдың бағасы. 1 айдың бағасын почти 2 ай доступ алатын боласыздар, құрметті достар. Керемет акция болып жатыр. Давайте барлығымыз үлгеріп қалайық. WhatsApp нөмірге жазайық комментарияда бекітіліп тұрған нөмерге. Ал ендеше тестімізді бастайық, қадірменді көрермендер. Берілген белгінің астына орнатылған тақтайша нені хабарлайды? Бұл бізде жолдың, яғни биіктігі ені, габарит. Так. Белгіден бастап жолдың тар учаскесінің басталуына дейін қашықтықты көрсетеді. Жолдың тар учаскесін айналып өтуге дейінгі қашықтықты көрсетеді. Жолдың тар учаскесінің ұзындығын көрсетеді. А-да, бізде дұрыс жауап А варианты. Давайте оқып шығыңыздар. Паузаға қойып, ал біз жалғастырамыз келесі. Қандай жағдайларда жүкті тасымалдауға тыйым салынады? Бұл жерде бізде барлығын оқымай-ақ қояйын. Барлық аталғандар жай ғана. Оқып шығыңыздар. Дұрыс жауап. 3. Ыстық сумен күйген кезде көрсетілген алғашқы көмек қандай? Мықты бөлме температурасы сумен оны емес Так, В варианты дұрыс бізде. Күйген кезде бізде әрдайым бөлме температурасындағы сумен шаямыз, дұрыс жауап. Мысалы, сіздер айдалада қалып қойдыңыздар. Ойбой, лосьон табу керек, жақпа май табу керек, ас содасын табу керек, ондай керек емес. Алғашқы көмек деген қолда бар затпен, яғни, солай қарастыру керек. Сумен. 4. Шектеулі көріну термині нені білдіреді? Бізде жаңа сұрақ. Шектеулі көріну. Керемет анимация, сіздер анимация қарап отыра беріңіздер. Мен қазір жауаптарды оқып шығайын. Жүргізуші жолды көру мүмкіндігі тұманда, жаңбырда, қарды 300 метрден аз және ымырт дейді. Жүргізуші түнгі уақытта жолды көру мүмкіндігі 150 метрден аз. Жоғарыда аталған барлық жағдайлар жол жүргізушісінің көрінуі. Жүргізушіге жергілікті жердің бедерімен, жолдың геометриялық параметрлерімен, өсімдіктермен, салынған үйлерінің құрылыстарымен немесе өзге объектілермен, оның ішінде көлік құралдарымен шектелген жүріс барысында жолдың жүргізушінің кем көрінуі дейді. Так. Барлық аталғандар деп ойладым, бірақ мен дұрыс жауап бізде басқа екен, құрметті достар. Так, келесі сұраққа өтеміз. Бізде қате жауап.
Осы белгі аталған көлік құралдарының қайсысының қозғалысына тыйым салынады? Әрине барлық аталғандары. Бұл бізде механикалық көлік құралдарының барлығына тыйым салынады. Жай ғана. Берілген жағдайда қай көлік құралының жүргізушісі жол беруі тиіс? Мына белгі қай жақта көрініп тұрса, қай көлікке бұған ескертіп тұр, анаған ескертіп тұрған жоқ. Кімге ескертіп тұрған жоқ, ол бірінші өтеді, кімге ескертіп тұр, ол екінші өтетін болады. Жол беруі тиіс. Қай көлік жүргізушісі жол беруі тиіс? Әрине жеңіл автокөлік. Все, жауап дұрыс. Осы белгінің қолданылу аймағында аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Әрине тыйым салынады. Так. Көрдіңіздер ме? Біз ошибка жіберейін деп жатыр. Осы жауаптарын оқымағаннан шығады. Бұл жерде дұрыс жауап негізі маршруттық көлік құралдарына ғана рұқсат етіледі. Біз тұрамызда тыйым салынатынын бастаймыз. Білеміз, барлығы біледі бұны тыйым салынады екен. Бірақ мен жауаптарымды оқу керек. Маршруттық көлік құралдарына ғана рұқсат етіледі. Все, жауап дұрыс. Келесі 8. Маршруттық көлік құралдарының қозғалысы қандай бағыттарда рұқсат етіледі? Бұл жағдайда тек қана тура бағдаршам. Бұны мен түсіндірмей қойын бұл жерде. Бағдаршамдар деген видеоны қараңыздар YouTube арнадан. Немесе анықтаманы оқып алыңыздар. Бағдаршамдар деген видеоны көбісі бағаламай кетті. Бірақ мен пайдасы көп ішінде. 9. Темір жол өтпесінің алдында мұндай маневрге рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Бұл жағдайда бізде 50 метр болмау, қалай болады? 50 метрге жақын қашықтықта белгіленеді кері бұрылу. Одан әрі өлшік тыйым салынады. 10. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы мопедтердің қозғалысына рұқсат береді? Автомагистралда болмайды мопед. Мынау бізде автомагистралда жылдамдық тараптарын қосқан жағдайда қосылады бұл белгі. Автомобильдерге арналған жол белгісі, бұл жақта мопедтерге болмайды. Тек қана В-да, мотоциклдерге тыйым салынатын белгісі мопедтерге қозғалысына рұқсат береді. Келесі. 11. Тұрған аймаққа кіру кезінде жүргізуші. Адамдар өтіп бара жатыр тұрғын аймақта. Білесіздер, тұрғын аймақта жеңіл автокөліктердің қозғалысы 20 км/сағат жылдамдықтан аспауы тиіс. Жаяу жүргіншілерді өткізеді, әрине. Осылай тұрған аймақта жол бересіздер. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Бір жақты қозғалысы бар, жолға шығу. Бірден көзге түсулері керек ертең. Менен сайтта алған жағдайда өздеріңіз дайындаласыздар ғой. Сондай кезде шашып тастауларыңыз керек та. 13. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Ескертеді, бұл жағдайда. Болу туралы емес, ескерту белгісі осындай қызылмен естілсе. Осылай ажыратып алсаңыздар болады. Мен С варианты ұқсайды жаңа сұрақта. Темір жол өткеліндегі жалпы дабыл сигналы мыналар тізбегі болып табылады. Мәссаған. Бір ұзын, үш қысқа дыбыс сигналы, Бір ұзын, үш қысқа. Не үшін? Жай ғана. Жалпы дабыл бұл бір ұзын және үш қысқа дыбыстық сигналдар сериясы. Бірақ сіз әрқашан SOS сигналын қолдана аласыз. SOS деген ол көмекте, көмек беріңіз керек. Үш қысқа, үш ұзын, үш қысқа дейді. В общем, жауап дұрыс бізде. 15. Осы бағдаршам. Бұл бізде қандай бағдаршам? Арнайы бөлінген жолақпен жүріп келе жатқан трамвайлар мен басқа да маршруттық көлік құралдарының қозғалысына реттейді. А варианты бізде дұрыс. Бұл бағдаршам не үшін қолданылады? Сол кезде А вариантын белгілейтін боласыздар. Интернет желісі қатып жатыр сол баяғы. Керемет. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. Опа, анау бізде легендарный белгі ғой. Оны көбісі білетін шығар. Осы белгімен белгіленген жолдарда елді мекендерден тыс тұруға рұқсат етіледі ме дейді. Жолдың жүру бөлігінен тыс жерде рұқсат етіледі. Бірақ андай нағылы етіп жолдың ортасына тұруға болмайды енді. Тыс тұруға. Тыс жерде ғана болады. Жолдың жүру бөлігінен.
Көк автокөлік жүргізушісінен кері бағытта қозғалуға рұқсат етіледі ме? Яқта бізде үзік-үзік сызық берілген. Бұдан бұрыла ма деп ойлап едім. Бірақ мен ана жақтан барып бұрылып жатыр. Бұған не дейсіздер? Әрине рұқсат етіледі. Ешқандай тыйым салу белгілері жоқ. Бізде яқта солға бұрылуға болады. Сондықтан кері бұрылуға да болады. Және кері бұрылуға тыйым салынар белгісі жоқ. Бұл жағдайда жеңіл көлік жүргізушісі тоқтауы керек. Ең жақын рельстен 10 метрде. Жаттап алыңыздар. Ең жақын рельстен. Ең жақын рельс, міне, осыдан 10 метрде. Келесі сұрақ 19. Тура жүруді жалғастырғысы келетін қызыл түсті жеңіл автокөлік жүргізушісі бұл жағдайда оңға бұрылып кете ме, әлде күте ме? Күтеді. Бағдаршамның негізгі рұқсат беруші сигналын күтіп, осы жолдан қозғалысын тура жалғастыра алады. 20. Қай көліктің жүргізушісі маршрутты көлік құралдары болмаған кезде елді мекенде аялдау ережелерін бұзды? 15 метр. 15 метр. Рұқсат етіледі, ережені сақтап тұр. Көк автокөлік қой, бәрі бұзып тұрған. 15 метр болса, ол ережені сақтайды. Екі жақтан да. 21. Қандай жағдайларда тіркемеге алынған автокөлікте апаттық сигнал қосылу керек? Әрдайым тіркеу жүргізілетін барлық жағдайда қосылу керек. Бағдаршамның сигналында қызыл плюс нені білдіреді? Бірақ қарсы бағытта қызыл жанып тұрған білдіреді ғой, білесіздер, қозғалысқа тыйым салады және бағдаршамның жарасуы жоқ. Қарсы бағытта көлік құралдарын тыйым салу үшін. С варианты бізде дұрыс. Жауапты оқысаңыздар өзі-ақ шығады ғой, барлығы оп-оңай. 23. Көрсетілген жерде жүргізушілердің қайсысы тоқтап тұру ережесін бұзды? Екеуі де бұзды. Мінекей, өткелде және оған дейін 50 метрден жақын емес, қашықтықта тоқтап тұруға тыйым салынған. 24. Осы жол белгісі жүргізушінің не туралы ескертеді? Бұл бізде қауіпті бұрылыс, сол жақтағы. Вариантта қауіпті бұрылыстарға деп қойған шатастырып бізді. Берілген жол белгісі елді мекендерден тыс қауіпті участке басталғанға дейін қандай қашықтықта орналасады? Елді мекендерден тыс дейді 150-300 метр. Ал елді мекендерде 50-100 метр. 26. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі басы бұза алады ма? Жеңіл автокөлік жүргізушісі жоқ, басы бұза алмайды. Жүк көлігі орындап қойды, бірінші. 27. Көрсетілген белгілердің қайсысы бір жақты жүру жол учаскесі туралы хабарлайды? Бір жақты жүру жол учаскесі. 3. Мынау бізде бір жақты жүру жол учаскесі. Тағы да айтамын, бір жақты жүру жол учаскесі десе 3. Ол бізде В варианты. Құрметті достар, қадірменді көрермендерім, бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелер талаптары қолданылады ма дейді? Бұл жолда елді мекендерде интернет желісі жоқ дейді. Мынау бізде елді мекеннің басталуы, елді мекеннің басталуы, бірақ елді мекендерде деп тұр, мына жағында. Мына жақта елді мекеннің басталуы деп тұр. Все, ескереміз, құрметті достар. Следующий вопрос. 29. Көлік құралдары қиылыстан қандай ретпен өтеді? Бұл енді былай, құрметті достар, түсіндіріп кетейін. Оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіздер. Мысалы, мотоциклдің оң жағында жасыл автомобильдің оң жағында қызыл автокөлік. Осылай өздері решать етіп алады. Қызыл автокөлік, жасыл автокөлік, мотоцикл деп дұрыс жауап, С варианты. 30. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісінен басы бұзуға рұқсат етіледі. 300 метрден кейін. 31. Қандай бағыттарда қозғалуға тыйым салынады?
тек қана оңға, иә? Оңға. Мына жағдайда мына полосадағыларға қалай болады? Екінші полосада көліктер жүрді ғой, яқта, міне, екінші полоса. Мынау бірінші полоса оң жағында, мынау екінші полоса. Реттеуші сол жақ иығымен қарап тұрып, бұларға негізі барлық бағытта жүруге рұқсат етіледі. Ал бізден мына сұрақта сұрап тұрғаны тек екінші полосада. Ал бір мен екі полосада машиналар болса, барлық бағытта болады рұқсат. 32. Бұл көлденең жол таңбасы нені білдіреді? Велосипед жолын білдіреді. 33. Берілген жағдайда қай бағытта жеңіл автокөлік жүргізушісіне рұқсат етіледі жүруге? В-ға болады, Г-ға болады, А-ға болмайды тек қана, В-ға да болады. Сондықтан Б, В, Г. С варианты. Ой, А мен Б-ны белгілеп кете жаздадым. Роботты сөйлеттіріп жіберейік. В данной ситуации на перекрестке установлен дорожный знак «Выезд на дорогу с односторонним движением». Исходя из этого, мы можем проехать прямо, повернуть направо или выполнить разворот. 34. Велосипед дейді. Шайтан арба дейді ма? Так, доңғалақта көлік құралдары, аяқ педальдары қозғалыс арқылы адамның бұлшық ет күшімен қозғалады. Екі доңғалақты механикалық емес көлік дейді. Екі немесе одан да көп дөңгелегі бар және оның үстіндегі адамның бұлшық ет күшімен қозғалатын көлік құралы. Екі немесе одан да. Құрметті достар, одан да көбе. С варианты бізде дұрыс. Тек қана екі доңғалақ қана емес. Осындай элементарный сұрақтарды біз қарастырып отыруымыз керек. Осыдан басталады көбісі. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі жүру үшін оң жақ шеткі жолақты қолдана алады ма? Әрине жоқ, өйткені ол жақта тек қана бағдарлы көлік құралдары ғана жүреді, құрметті достар. 36. Автокөлік жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етілген бе дейді. Әрине тыйым салынады. Тікелей қозғалыс белгісі көрсеткі арқылы көрсеткен бағытта қозғалуы мүмкіндік жол учаскесінің басынан ұмтылады. Ең жақын қиылысқа дейін. Так, не ғой, құрметті достар? Бұл белгі тікелей қозғалыс одан кейінгі қиылысқа дейін жүзеге асады. Екінші қиылысқа дейін, бірінші қиылыс қой. Келесі қиылысқа дейін даже. Дорожный знак «Конец зоны всех ограничений» снимает ограничения только запрещающих знаков. Установлен предписывающий знак движения только прямо. Исходя из этого, поворот налево запрещен. Түсініңіздер ода, құрметті достар, мына барлық аймақта шектеу аймағы тікелей қозғалыс белгісіне әрекет ете алмайды. Оның күші жоқ, әрекет ете алмайды. Тек қана мына аялдауға тыйым салынады белгісін ғана күшін жоятын болады. Ал мына белгі одан кейінгі қиылысқа дейін жүзеге асатын болады. 37. Аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Аялдауға рұқсат етіледі. Жол өтпелерде, көпірлерде, эстакадаларда егер бір бағытта қозғалыс үшін екі жолақтан аз болса, жолдың жүріс бөлімі оң және сол жақ жолақтарында елді мекеннің тыс жерде тұтас таңбастығы немесе бөлу жолы болғаны үш шақты қиылыстар. Елді мекеннің тыс тиіп пе, үш шақты қиылыс тиіп пе? Бөлу жолағы ол всегда решать етеді ғой, білесіздер ғой. С варианты бізде дұрыс. Келесі 38. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қиылыстан жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыру мүмкін? Оңға, тіке және кері бағытта. Тура, оңға, кері бағытта. Солға болмайды, өйткені мынау бір жақта қозғалысы бар жолға шығады. Солға бұрыламайды. Бір жақта қозғалыс оңға қарай жүзеге асып жатыр, құрметті қадірменді көрермендерім. Реттеушінің бұл сигналы қозғалысқа тыйым салады. Тыйым салады. Жоқ, барлық бағытта қозғалуға рұқсат береді. Бана айтып кеттім ғой, сол иығымен қарап тұрса, барлық бағытта. Мана сұрағым қайтып кел. Түрген яғында бір көлік қана шықты. Данное положение регулировщика разрешает движение транспортным средством во всех направлениях. Робот мырза айту дұрыс. Дұрыс әңгіме айтып кетті.
40. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне көрсетілген жерде тоқтап тұруға рұқсат етілген. Мәссаған, конкретный ережені бұзып жатыр мына көлік. Осыны бастарынан бір қою керек. Қызыл автокөлік жүргізушісі бағдарлы көлік құралдарының жүретін жолының встречный ашып кетті. Яғни қарама-қарсы көлік құралдарына қарай шығып кетті. Сондықтан ережені бұзды, оның ертең правосына тартып алуымыз керек. Ал құрметті достар, көп сөйлеп кеттік. 38-де 40 жинадық. Тағы да тест алдап жіберейін бе, әлі ойланып тұрмын. Давайте тағы тест алдап жіберейік. 38-де 40 шығып кетпеңіздер. Қазір мен тағы тест алдайтын боламын. Бізде керемет нәтиже, көңіл күйіміз өте керемет. Тағы жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, жалғастырамыз. Бұл бағдарлама арналған дейді. Бұл бізде кәсіпорындар мен ұйымдарда аумақтарды көлік қозғалысын реттеу деп ойладым. Так, бізде осындай екі бағдарлама бар ғой негізі. Реттелмейтін қиылыстар мен жаяу жүргінші өткелдерін белгілеу. Я білемін, бірақ мен басқа сұрақпен шатастырып отырмын. Келесі сұрақ өтеміз. Велосипедтің жүргізушісіне осы жағдайда оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Әрине тыйым салынады. Мен алдыңғы видеоларда түсіндірдім. Егер көрсеңіздер, артық сөйлемей қойын. Сонда да айтайын, бұл жағдайда велосипедтің оң жақ шетімен бұрылуы тиіс. Андай наглық етуге болмайды. Жасамаңыздар ғой. Бағдаршамның тыйым салушы сигналы кезінде реверстік қозғалыстың жолағына кіруге рұқсат етіледі ме? Қызыл жанып тұр, сондықтан тыйым салынады. Жай ғана тыйым салынады, қызыл жанып тұр. Басты жолға шығатын көлік құралы соңынан жүрген кезде сізге дайын болу керек, аялдауына. 5. Сіз автомобильді басқарып келе жатқан сәтте шаршасаңыз немесе ұйқыңыз келген кезде сізге қажет жолаушылармен әңгімелесу. Әрине тоқтату және тынығу, құрметті достар. А варианты. Келесі 6. Берілген жағдайда қиыршық тас төселген жолға жеңіл автокөлік жүргізушісіне кіруге рұқсат етіледі, ешқандай запрет жоқ. Только аса абай болу керек. 7. Тротуарлар мен жол жиектері бойымен көлік құралдарының қозғалысына рұқсат етіледі ме дейді. Так. Бұл жағдайда оқып шықтым, жаңа В вариантында жүк көліктерінің ең қысқа жолмен жүруіне дейді. Бұл жағдайда тек қана жүк көліктеріне деп тұр. В варианты бізде дұрыс емес, А варианты вообще дұрыс емес. Бізде барлығына деген керек қой. Мысалы, сіз осындай жүктер әкелесіз магазинге, ең қысқа жолмен келесіз. Негіз болмайды, бірақ мен мыналарға болады. Сіз тұрасыз, мынандай газельсін қуады, жеңіл автокөлікпен кіруге болмайды. Ойбай, ана жақтан барып тасимын демейсіз, барлығына болады жүруге. Самое главное, жаңағы магазиндерге нелерге товар апаратын автомобиль болса болғаны. Қиылыста өту кезектілігін көрсетіңіз дейді. Бірінші автобус, ақ автокөлік және көк автокөлік. Автобус, ақ автокөлік, көк автомобиль. Автобус четко бұрылды, идеально. 9. Жүргізушінің жол жүрісі ережелерін бұза отырып, өз қатысушы болып табылатын жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалуы әкеп соқтырады дейді. Жол көлік оқиғасы 34-ге 50 в вариант деп ойлаймын. 50 аяқ көлемде айыппұл салу немесе 1 жылға көлік құралын басқару. Оданша 50 аяқ төлеген жақсы, 1 жылға айырылғанша. Қай көлік құралының жүргізушісі белгілеген бағытта жүре отырып ереже бұзып жатыр. Тікелей қозғалыс белгісі бізде оңға бұрылуға тыйым салмайды. Автобус ережені сақтап отыр, ал қызыл автомобиль ережені бұзды. Сондықтан жеңіл автокөлік ережені бұзып отыр. 11. Түнгі уақытта өрлеудің төбесіне жақындаған кезде жүргізушіге ұсынылады әрқашан alt жарық шамдарын жақын жарық шамдарына ауыстырып қосу. Дұрыс жауап. 12. Қай автокөліктің жүргізушісі елді мекендерде аялдау ережесін бұзды? Әрине сары автомобиль, тек қана. Өйткені сары знакқа болмайды никогда аялдауға. Сары түсті болса жоқ.
знак деппін ғой. Жүргізуші кіреберісте қозғалыстың жолағын ашуға рұқсат етіледі ме? Әрине, жасыл жанып тұр, болады бұл жағдай. Бана қызыл жанып тұр деп. Берілген белгілердің қайсысының талаптары тікелей олар орнатылған жерден бастап күшіне енеді. 1 мен 2, иә? — 15. Мәжбүрлі аялдау бұл дейді. Оның техникалық ақауынан немесе ол әкеле жатқан жүк тудырған қауіптіліктен жүргізуші жолауының жай күйінен көлік жүрісін тоқтауы дейді. Оның техникалық ақауынан емес, немесе ол әкеле жатқан жүк тудырған қауіптіліктен жүргізушінің жолаушының жай күйінен жолда кедергі пайда болуынан көлік жүрісін тоқтау. Оның техникалық ақауынан немесе ол әкеле жатқан жүк тудырған қауіптіліктен жүргізуші жолаушының жай күйінен жолда кедергі пайда болуынан көлік жүрісін тоқтау дейді. С варианты дұрыс, келіңкіреп тұр да. Басқа жауаптардан қарағанда. 16. Бағдаршамның жасыл дөңгелек сигналы нені білдіреді? Нені білдіреді, құрметті достар? Қозғалысқа рұқсат береді, әрине. 17. Автокөлік дөңгелектері бұғаттауға қарсы жүйемен EBS жабдықталмаған жағдайда жол тежеуді қалай жасауға болады? Тежегіш педаль толық бас, мезгіл, жабдықталмаған жағдайда шұғыл тежеуде. 18. 40 км/сағаттан аспайтын жылдамдықпен қозғалатын трактор жүргізушісі қиылыста қандай бағыттарда жүре алады? Бұл жағдайда солға немесе кері бұрылу, өйткені оң жақ жолақтан шығып қойды. Оң жақ жолақта келе жатса, тіке қозғалысқа рұқсат етіледі. Мына жақта көріңіздер ғой. Тіке қозғалыс жүргізісі келсе, оң жақ жолақпен жүру тиіс, яғни бірінші жолақпен екінші жолаққа түссе, уже бұрылуы керек міндетті түрде. Так. Рұқсат етілген ең жоғары салмағы 3,5 тоннаға дейін жүк көліктері үшін айдың жүк күндерінде тек белгінің алдында қандай белгілермен тоқтап тұруға тыйым салынады? Айдың жүк күндерінде дейді. Жүк күндерінде тоқтап тұруға. Так, 2, 4. Төртінші сурет қандай болды? Көре алмаймын мен. Табличка в виде силуэта легкового автомобиля распространяется только для легковых автомобилей. А вы знаете, что у нас в правилах автомобиль с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн будет считаться легковым. 3,5 тоннаға дейінгі жүк автокөліктері бізде Б категориясына жатады. Б категория дегенде қалай ғой? Былай ғой, жеңіл автокөлік. Табличка в виде силуэта легкового. Робот мырза дұрыс әңгіме айтып кетті жаңа. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Әрине ешкімге өзі бірінші өтеді. Анимация. Неге автобус бірінші өтті? Құрметті достар. Өйткені жасыл автомобильдің оң жағында, иә. Сондықтан кім оң жағында, ол бірінші өтеді. Оң жағында келе жатқан автокөлікке жол беріңіздер міндетті түрде. Темір жол өтпесін берілген жағдайда сізге өтуге рұқсат етіледі ме? Сөнім жанып тұр, сондықтан тыйым салынады. Ол пойыздың келе жатқанын білдіреді. Жүреді, короче, білдірмейді. Пойыз жүреді по-любому. Осы маневр басып озу болып табылады ма? Жоқ, әрине. Ол бізде автомобильдің қатар ауыстыруы, иә. Автомагистрал бойынша қозғалыс ережелері бөлімінің талаптары осы белгі орнатылған жолдар қолданылады ма? Қолданылады. Келесі 24. Берілген белгілердің қайсысы кері бұрылуға рұқсат етеді? Кері бұрылуға. 2, иә. Бізде солға бұрылуға тыйым салып тұр, бірақ кері бұрылуға тыйым салмайды.
25. Осы жол белгісі нені білдіреді? Белгіден бастап, 100 метр қашықтықта тоқтап тұруға тыйым салынады. Көрсеткен белгілердің қайсысы жолақтың аяқталуы деп аталады? Жолақтың аяқталуы қайсы белгі? Ой. Так, жаңа белгілер ұқсайды, өте қатты. Төртінші белгі бізде жолақтың аяқталуы деп аталады, құрметті достар. Дорожный знак 4 называется конец полосы. Уже көптен тапсырмағасын, ұмыта береді екенсің. Күн сайын тапсырып отыру керек. Бұл тест сұрақтан. Уже кірмегенме мен 5 күн болған шығар. 27. 5 күн болды дегенде, мен видео түсіру үшін ғана кірем, 1 рет, тағы да 1 рет, күн сайын демейінше, арасында 3 күн салып видео салам ғой. Сол 1 рет кірем. Бұлай отырмайым, дайындалып, не істеп. 27. Құрылыс жөндеу немесе тазалау жұмыстарын жүргізу кезінде қызғылт сары немесе сары жарқылдық маягі бар көлік құралдарының жүргізушілері қандай жол белгілерін ауытқуға тыйым салынады? Басты жолдан кіруге тыйым салынады белгісінен 1, 5 деген бар ма? Жоқ, 4, 5. 4, 5. 4-тен қателесуге болмайды әйтеуір. Так. Қай жауап бізде дұрыс болуы мүмкін? 3 пен 6. Так. Құрметті достар, көп ойланып қалдық. 4, 5, 6. Жоқ, 3 пен 6 екен бізде дұрыс жол. Бұл сұрақты скрин жасап алыңыздар міндетті түрде. Жалғастырамыз. 28. Сізге қарсы қозғалыс жолағына шығу арқылы кедергінің орнына айналып өтуге рұқсат етіледі ме? Әрине, басқа қайда барамыз? Солға. Яқты көрсетіп қойғандар. Рұқсат етіледі. Келесі 29. Мопедті басқару құқығы мыналарға жеткен адамдарға беріледі, әрине 16 жаста. 30. Автомобиль дөңгелектерін бір уақытта тежемеу неге әкеп соқтырады? Ауытқуына. Тежегіш күштерінің үлкен айырмашылығында байланысты көлік күрт айналуы мүмкін. 31. Бұл таным белгісі қалай аталады? Қауіпті жүк белгісі, 32. Бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелердің талаптары қолданылады ма? Әрине жоқ. Мана біз қателестік бұл жауаптан. Елді мекеннің басталуы жол белгісі қолданылмайды ондай жағдайда. 33. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді. Жаңбыр қар емес, жол ылғал болған жағдайда ғана қолданылады бұл белгі. Ылғалды жабын деген белгісі ғой. Жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалыс жалғастыру мүмкін? Оң қырымен қарап тұр. Қарап алыңыздар, оң қырымен. Тек қана оңға, Құрылыс жөндеу немесе тазалау жұмыстарын жүргізген кезде қызғылт сары немесе сары жарқылдық маягі бар автокөлік құралдарының жүргізушілерінің қандай жол белгілерімен ауытқуға тыйым салынады? По-любому 5 жатады. 4 жатады. 6 жатады. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Дегенде 4, 5. 4, 5, 4, 5, 4 пен 5 бірге болады екен. 1, 4, 5 сияқты. 1, 4, 5 дұрыс жауап. Давайте скрин жасап алайық. Келесі 36. Бұл жағдайда қандай бағытта қозғалуға рұқсат етіледі? Тек қана оңға.
Негізі тура жүруге де болатын еді. Мына бағдаршамда қарасаңыздар, тек қана оңға ғана рұқсат беріп тұр. Тек оңға. Осы жерде жеңіл автокөлік жүргізушісіне кері бұрылуға рұқсат етіледі ме? Жаңа ғана аяқталып жатыр, әрине жоқ. Сразу бұрылмайсыздар. Бір жақты қозғалысты жолдың соңы аяқталған жағдайда кері бұрылып кетуге болмайды. По-любому алдыңыздан көліктер шығады ғой. Қандай сұрақтар тұр? Қандай жағдайда күндізгі уақытта көлік жүргізгенде күндізгі жарық шамдарын қосу жеткіліксіз? Тұманда, жаңбырда немесе қар жолдың көрінуі үшін аз болады, тек күндіз жүргенде. Тізімде көрсетілген екі жағдайда. Жай ғана екі жағдайда. Осы реанимациялық шараларды жасау кезінде өкпеге ауаның кедергісі өту үшін не істеу керек? Басты артқа қарай шалқайтып, иекті көтеріп, ауызды ашу қажет. 40. Тікелей емес жүрек массажы жасалады. Тікелей емес, яғни түсіндіріп кетейін, кішкене медицинада. Тікелей емес деген жүрекке сыртынан істейсіздер. Тікелей деген бар, оны хирургтар жасайды, кезіп, қолмен ұстап массаждайды жүректі. Ол жағдайда семсер дәуірі өсіндіден, семсер дәуірі өсінді, екі саусақ жоғары, жауап дұрыс. 35-те 40, жаңа біз 38-де 40 жинадық осы алындағы тест талдауда. Өте жақсы нәтиже деген ойдамын, құрметті достар. Барлықтарыңызға рахмет видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, бұйырса автосында өздеріңіздің тесттеріңізді тапсырып, вожделениелеріңізді тапсырып, права алуларыңызға. Алла тағала сіздерге жеңілдігін берсін. Және де тест сұрақтарын аламын деушілер болса, комментариядағы WhatsApp нөмірге жазамыз. Ендеше сау болыңыздар.